ПКАС деген пайда болды. ПКАС. Аны білесіңдер ме, ПКАСтар кім? Мен аларға ПКАС деп атып қойдым. Фотоғырып берейін. Профессионал, қошаматшы, алдамшы, саяси сойқылар. ПКАС қысқаша. Мына ұшылар президенттің айланасына келді 6 айдың ішінде. Бүгін алар саяси коррупцияның көміскедегі билік. Көміскедегі билікті осылар жүргізіп жатады. Баяғы былтыр 20 жылдан келген мекеншіл садырменен билікке келген мекеншілдер жоқ. Алардың орнына ПКАСшылар елеп алды. Мен аттарын атап айла қойын, өзіңер жақсы білесіңдер, есептеп бергіле. Алар мұрдағы биліктердің шопырының шопыры болып жүрген. Өйтігі мұрдағы президенттерге тімеле, ой, ваш бір жері айрылғыша қиқырып жүрген. Атамбаев, президент Атамбаев сөгіп қойса да сіздің сөккеніңіз бізге дәрі деп артынан ершіп жүрген. Мына ошол адамдар дағы жылы азыр ақырындап садырын айланасына келді.